Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Хақназардың хақ жолы, Тәукенің несі еті жарғысы. Сонда сырттан келген қонақты жақсылап күту керек. Әсіресе сол не байлар. Сол байдың үйіне барады. Сөйтсе, байды біріншіде сарандық жама ғой, сол сарандық. Оңтүстікте қойдың құйрығы құрттаса, білсеңдер кім ауылда өссеңдер, оған крәлин жағады да, нені қойып қояды? Мына күректің сабы бар ғой, соны байлап қояды бай. Анау жаламас үшін да, жаласа крәлин жасамалы өліп қалуы мүмкін. Ол қой өте де болады, арық болады. Асып кеткен оны неге жібермейді өріске. Жанында мынандай жігіттер бар ғой, байдың жанында. Бүйтсе, ана ишара қылады, ана қойды. Сөйтсе, мынандай бауырым жаңағы торымыз демей қойын енді. Анау нені ұмытып кеткен ғой. Таяқты алу керек қой енді сабын. Солмен көтеріп кепті ғой. Әмин депті. Бірақ енді ол енді кімнің аузынан сөз шығайды деп жатыр. WhatsApp жоқ, Instagram дейсен бе, ол жоқ. YouTube жоқ кейде. TikTok жоқ. Бәрі қарап тұр енді. Ананың ауылдан шыққан сөз енді ол жүрекпен жат болады да. Ол құлақ, құйма құлақ. Сонда не дейді Майлы қожа? Құл қойын құнан қойма, дөнен қойма. Мойнында мылтығы бар мерген қойма. Жаугершілік болып қалса керек болар. Басқа қойды сойсаң да, мұны сойма деді. Енді оны өшіре алмайсың енді. Бітті енді ол. Қай заманда айтылды, Субханалла. Әлге дейін ол келе жатыр. Сол сияқты не? Тілге деген олардың несі ол несі? Махаббаты.